Сәлеметсіңдер ме балалар, сабаққа қош келдіңдер. Дәл қазір сіздермен бірге Eyes Open 5 сыныптың 41-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақ сендерге толығымен түсінікті болу үшін ең алдымен 10-15 минут уақыттарыңды бөліп, сабақты соңына дейін тыңдаңдар, тек содан кейін ғана тапсырма орындауға көшіңдер. Сонда өздеріңе оңай болады. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Бізде бұнда грамматикалық тапсырмалар беріліп тұр, яғни present continuous деген не? Жалпы present continuous дегеніміз созылыңқы осы шақ. Дәл қазір қандай іс-әрекет болып жатқанын айтатын шақ. Мысалы айтатын болсақ, мұнда бірінші тапсырмада грамматикасы берілген, қалай жасалынады формуласы. Complete the examples from the text on page 14. Әне 40-шы беттегі тапсырмаға қарап дейді, мәтінге қарап аяқта деп берген екен. Мысалға, плюс дегеніміз болымды сөйлем, минус болымсыз сөйлем, және де мұнда сұраулы сөйлем, қалай жасалынады? Мен деген жағдайда I am relaxing. Мен демалып отырмын. I am relaxing. Егер де оны болымсыз түрге аударатын болсақ, I'm not doing homework деп айтатқанбыз. Мен үй жұмысын жасап отырған жоқпын. I'm not doing. Егер де ол сұрау сөйлем болатын болса, am зат есімнің есімдіктің алдына шығады екен. Am I working hard? Мен көп жұмыс жасадым ба? Yes, I am. No, I'm not. Я жасадым, жоқ, жасамадым. Енді he, she, it болған жағдайда all деп аударылады. Біз is көмекші етістігін қолданады екенбіз. My mom is cooking. Менің анам дәл қазір тамақ жасап жатыр. Енді сұраулы болымсыз сөйлем жасайтын болса, оған not қолданылады, қысқартылып isn't деп айтады екенбіз. It isn't raining. Жаңбыр жауып тұрған жоқ. Және де сұраулы сөйлемде is, he, she, it'тің алдына шығады. Is he having breakfast? Ол таңғасын ішті ме? Ішіп жатыр ма? Yes, he is. No, he isn't. Я ішіп отыр, жоқ, ішіп отырған жоқ. Және де көпше түрде we, біз, you, сіз, сіздер, they, олар болған жағдайда біз are көмекші етістігін қолданады екенбіз. We are having lunch. You aren't sleeping. Біз обед ішіп отырмыз. You aren't sleeping. Сен ұйықтап отырған жоқсың. Aren't болымсыз түрде және сұраулы сөйлемде are they having lunch? Олар түскі асын ішті ме? Yes, they are. No, they aren't. Я ішті, жоқ, ішпеді деп қысқартылған түрде жауап береді екенбіз. Яғни бұл туралы толық мағлұмат білгілерің келсе, 111-ші беттегі тапсырмаларды қарап, толық тапсырманы біліп алсаңдар болады. Ендігі кезекте бізде 12-ші тапсырма. Complete the text with the correct form of the present continuous. Мына сөйлемдерді дейді, present continuous шағында қоямыз. Етістіктерді қолдан дейді. Одан кейін тыңдап тексер деп берген екен. Hi John, I'm writing this at lunch time. Сәлем Джон, мен бұны түскі ас уақытында жазып отырмын. I am using a school computer. Мен мектептегі компьютерді қолданып отырмын. I've got two sisters, Асыл and Diana. Менің екі қарындасым бар, Асыл және Диана. Асыл is studying Spanish at university. Асыл университетте испан тілін оқиды. She isn't live at home at the moment because she's spending 6 months in Spain. Дәл қазір ол бізбен бірге тұрмайды. Дәл қазіргі жағдайда ол, өйткені ол не істейді дейді? Испанияда 6 ай уақытын өткізеді. My dad is a businessman and my mom's a receptionist. But they aren't working this week because they are visiting Асыл. Менің әкем бизнесмен және менің анам ресепшнда тұрады дейді. Бірақ олар дәл қазір жұмыс жасамайды дейді осы аптада. Өйткені олар Асылды көруге кетті дейді. Diana and I have school, so we are staying with our grandparents. Диана және мен біз мектепке барамыз, сол себептен бізбен бірге ата әжеміз қалды.
My parents are having a good time and we are getting excited about our presents from Spain. Біздің ата-анамыз дәл қазір уақыттарын өте жақсы өткізуде, және де біз өзіміздің Испаниядан келетін сыйлықтарымызды асыға күтудеміз. I am going now because our math class is starting and I'm late. Мен дәл қазір кетуім керек, өйткені бізде математика сабағы басталады. Мен кешігіп бара жатырмын. Write soon, роман. Кейінірек жаз, роман дейді. Мұнда берілген етістіктердің бәрін дұрысынан жазып, осында қойып қойдым. Осы жерден алсаңдар болады. Келесі тапсырма бізде үшінші тапсырма. Write questions and answer with the present continuous form of the verbs. Then practice with a partner. Бізге мына сөйлемдерді сұраулы сөйлемге айналдыру керек present continuous шағында, және оған жауап жазуымыз қажет. Мұнда бізде бірінші жазылып тұр, What are you doing? I'm taking a photo. Сен не істеп отырсың? Мен суретке түсіріп отырмын. Is қалып кетті. Is Роман writing a letter? Роман хат жазып отыр ма? No, he isn't. Жоқ, жазып отырған жоқ. What are the chefs doing? Шефтер дәл қазір не істеп жатыр? Аспаздар, олар пицца жасап жатыр. They are doing pizzas. Are you answering the phone? Сен телефонға жауап бердің бе? Yes, I am. Жауап бердім. What is the mechanic doing? Дәл қазір механик не істеп отыр? He is fixing my car. Ол менің көлігімді тексеріп отыр. Are you working outside today? Сен бүгін сыртта жұмыс жасадың ба? No, I'm not. Жоқ, жасамадым. Келесі тапсырма. Write 3 questions about what's happening in your school at the moment. Дәл қазіргі сәтте сенің мектебінде не болып жатыр? Сол туралы сұрақ жаз деген екен. What is the teacher doing? Дәл қазір ұстаз не істеп жатыр? Is Аружан reading a book? Аружан кітап оқыды ма? What are the students doing in the classroom? Сыныпта оқушылар не істеп жатыр? Осы үш сұрақты жаздық, Ask and answer with a partner. Өзінің сыныптасымен сұраққа қойып жауап бер. What's the teacher doing? Ұстаз не істеп жатыр? She's writing on the board. Ол тақтаға жазу жазып жатыр. Ал балалар, осымен бізде present continuous шағы аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.